Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы экожүйенің құрамдас бөліктері, экожүйе түрлері. Оқу мақсаттары: экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау, экожүйе түрлерін жіктеу. Экожүйе белгілі бір аймақтағы тірі ағзалар мен табиғаттың жансыз құрамдас бөліктері арасындағы қарым-қатынастар жүйесі. Экожүйенің барлық тірі ағзалары өзара қоректік тізбектермен байланысты және заттардың айналымына қатысады. Мысалы, табиғаттағы су айналымы, көмірқышқыл газы айналымы, азот айналымы. Экожүйе тіршілік ету ортасын және тірі ағзаларды қамтиды. Суретте көрсетілген экожүйе құрылымын қарастырайық. Тіршілік ету ортасы таудағы көлдер мен өзендермен сипатталады. Осы экожүйедегі тірі ағзаларға ағаштар, көлдердегі балықтар, құстар және бунақ денелер жатады. Тіршілік ету ортасы ретінде тірі ағзалар тіршілік ететін ортаны және климаттық жағдайларды түсіну қажет. Экожүйенің тірі құрамдас бөліктеріне нелер жатады? Бірінші, өндірушілер, яғни продуценттер, оларға өсімдіктер жатады. Олар күн энергиясы есебінен органикалық заттар, мысалы, глюкоза өндіреді. Келесі құрамдас бөлігі консументтер. Олар тұтынушылар, оларға жануарлар жатады. Басқа ағзалармен қоректену арқылы дайын органикалық заттарды тұтынатын ағзалар. Редуценттер ыдыратушылар, оларға бактериялар, саңырауқұлақтар жатады. Өлі ағзаларды, мысалы, түскен жапырақты, өлекселерді ыдырату арқылы энергия алады. Экожүйенің барлық тірі компоненттері қоректік тізбектер арқылы байланысқан. Мысалы, продуценттер, консументтер және редуценттер арасында қоректік тізбек түзуге болады. Экожүйенің физика-географиялық көрсеткіштеріне не жатады? Табиғи экожүйелер бір-бірінен оларды мекендейтін тірі ағзалармен және олардың мекендеу ортасымен ерекшеленеді. Экожүйелерді алғаш рет американдық ғалым Одум жіктеді. Ол жіктеу кезінде экожүйелерді физикалық географиялық көрсеткіштері бойынша ұқсастығын басшылыққа ала отырып 3 топқа бөлді. Мысалы, өсімдік түрі, судың физикалық қасиеттері, топырақтың түрі, су түбінің құрамы және рельеф. Ал енді экожүйе түрлерін қарастырып өтейік. Мысалы, жер үсті экожүйесіне дала, шөл, орман жатады. Тұщы су экожүйесіне өзендер, бұлақтар, көлдер, батпақтар жатады. Теңіз суы экожүйесіне теңіздер және мұхиттар жатады. Тұщы су экожүйелері ағынды сулар, ақпайтын сулар және батпақты жерлер болып бөлінеді. Мысалы, ағынды суларға өзендер, бұлақтар жатса, ақпайтын суларға көлдер, тоғандар, су қоймалар жатады. Ал батпақтар және батпақты ормандар батпақты жерлерге жатады. Олар шамадан тыс ылғалмен және топырақ құнарлылығымен сипатталады. Экожүйенің әрбір түрі тірі ағзалардың белгілі бір қауымдастықтарымен сипатталады. Құрлық экожүйелерінде саршұнақ, қасқыр, кірпі, қоян, жылан сияқты жануарлар мекендейді. Тұщы су экожүйелерінен шаян, жылан, құндыз, құмырсқа, мөңке, шортан, табан сияқты жануарларды кездестіруге болады. Теңіз экожүйелері дельфиндердің, теңіз шаяндарының, акулалардың, маржандардың, теңіз жұлдыздарының тіршілік ету ортасы болып табылады. Әртүрлі экожүйелерді мекендейтін өсімдіктердің мысалдарын қарастырайық. Мысалы, жер бетілік экожүйе өсімдіктеріне бетеге, жусан, шырша, акация, қайың, бақбақ сияқты өсімдіктер жатады. Ал тұщы су экожүйесінде мүктер, қыналар, балдырлар, қамыс, тұңғиық өседі. Теңіз суы экожүйесінде бір жасушалы және көп жасушалы балдырларды кездестіруге болады. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылайық. Экожүйе дегеніміз белгілі бір территорияда тірі ағзалар мен табиғаттың жансыз құрамдас бөліктері арасындағы қарым-қатынастар жүйесі.
экожүйенің құрамдас бөліктерін продуценттер, редуценттер, консументтер деп бөлеміз. Экожүйе түрлері жер бетілік, тұщы су және теңіз суы болып бөлінеді. Сонымен, біз бүгінгі сабақта экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау, экожүйе түрлерін жіктеу сияқты оқу мақсаттарын қарастырып өттік.